Қайырлы күн, сәлеметсіз бе Бақытбол Жұмажанұлы. Уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Мен Садық Жақсығұлов атындағы 4-ші А сынып оқушысы Серікәлі Сымбатпын. Менің зерттеу жұмысым Тасқала ауданының танымал тұлғасы Сатқали Сапаров атамыз туралы. Сол кісі жайлы өз естеліктеріңізбен бөлісеңіз деген ниетпен бірнеше сұрақ қойғым келеді. Мен Сапаров көшесінің тұрғынымын. Сіз де осы көшеде тұрасыз. Мен де осы көшенің тарихын зерттеп жүрмін. Бірінші сұрақ. Сапаров Сатқали атамыздың аты осы көшеге неліктен берілді? Рахмет, қызым. Атқарып жатқан жұмысың өте жақсы нәрсе екен. Ол өзіміздің тарихымызды білуге, неліктен Сатқали Сапаровтың атын біздің көшеге беруге туралы қойған сұрағыңа рахмет. Енді мен Сатқали Сапаровты ертеден білем. Ол кісі 1928 жылы дүниеге келген. Содан финансовый жұмыстарда жұмыс жасады. Сосын партийный жұмыстарға араласып, сондай жұмыстарға жас кезінен араласып кетті. 1967 жылы біздің осы аудан қайтадан аудан болып бөлінді. Біздің ауданда Зелен ауданына қосып жіберіп еді 1964 жылы. Сол кезде Сатқали Сапаров Зелен районында райисполкомның атқару комитеттің төрағасы болды. Содан 67 жылы ол кісіні осы жаңадан құрылған ауданға бірінші хатшы қылып жұмысқа жіберді. Сол 67 жылдан бастап, 1967 жылдан бастап Камин аудан дейді, ол уақытта қазір Тасқала ауданының жаңадан өмірі басталды. Сол кісінің атқарған рөлі өте зор болды. Ауданның экономикасын дамытуға, құрылыс, жол, тағы басқа нәрселерге өте үлкен жұмыстар жасалды. Енді ол кісі жастайынан жұмысқа, осындай басқару жұмысына, қиын жұмыстарға мықты араласты. Қай жерде болса да ол кісінің атағы қалды. Және өте қарапайым болды. Әрбір кісілермен дұрыс сөйлесе білді, әрбір кісілерді тыңдай білді. Және олар өте көп жанұялы семья болды. Оны дәл ұмытып қалдым. 10 баласы ма екен, 11 баласы ма екен болды. Ол кездегі енді қазақтың әрбір семьясында 10 шақты баладан болды әрбір. Сол балаларды жақсы тәрбие алды. Өзінің Табылғай деген баласы өзінің әкесінің жолын қуып, ол да партиялық жұмыстарда жүріп, жоғарғы деңгейге шейін көтеріліп, біздің ауданда да әкім болды, басқа аудандарда әкім болып жұмыс жасады. Өте сондай жақсы жанұя болды. Енді өмір өте қысқа болды. Сатқали Сапаровтың бар болғаны 48 жыл өмір сүрді. 1976 жылы қайтыс болды. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін 1991 жылдан бастап бұрын жерлердің атаулары, көшелердің атауларының көпшіліктері кеңес заманында атаулармен аталынды. Енді егемендік алғаннан кейін бастап 92-91 жылдан бастап өзіміздің жерге аты сіңген адамдардың атын қойылды. Сол кездегі мына біздің Трудовой көшесі деген, мен де сол көшеде тұрдым. Трудовой көшесін атын ауыстырып, Сатқалидың атын қойды. Ол кісі енді ол кезде бұл Трудовой көшесі біздің осы орталықтағы ең үлкен жақсы көшелердің біреуі болды. Сол көшеге сол Сатқали Сапаровтың атын берді. Мен ол атақ бергені соған лайық деп есептеймін. Рахмет. Қымбатты Бақтығұл Жұмажанұлы,
денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Рахмет көкесі, аман бол. Болашақта жолың ашық болсын, мектебіңді жақсы оқып, осындай жұмыстармен араласқан өте жақсы. Сәттілік тілеймін көкесі, бақытты бол.